Екібастұзда газ құю бекетінде жарылыс болып, бір адам тірідей жанып кетті. Әзірге қаза тапқан адамның кім екені анықталған жоқ. Төтеншеліктердің айтуы бойынша бұл адам газ бекетінің операторы болуы мүмкін. Оны сараптама қорытындысы анықтайды. Тілсіз жаудан бекет жанындағы дүкеннің шатыры мен су құбырының мұнарасы да жанған. Қазіргі уақытта өрт толығымен сөндірілді. Жеке үйлерге қауіп төнбеген. Өрт болған кезде 4 цистерна толы газ бен 40 газ баллоны болған. Павлодар облысы төтенше департаментінің 31 қызметкері мен 11 бірлік техникасы жұмылдырылды. Қазіргі таңда залал мен шығыны анықталуда. Қызылжарда мектеп мұғалімі балаларға теріс ағымды насихаттаған. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері хабарлады. Абу Досмахамбетов атындағы мектеп-интернатындағы ағылшын тілі мұғалімінің атына белгісіз біреуден шағым түсіп, сала мамандары мектепті бақылауға алған. Белгілі болғанда 28 жасар ұстаз 11-ші сынып оқушыларына тәрбие сағатында діни сабақтар жүргізген. Ал жиындарды әдейі бейнекамерадан тыс жерлерді ұйымдастырып отырған. Құзырлы органдар ескертусіз келіп осындай сабақтардың біріне тап болды. Тінту кезінде мұғалімнің жеке заттарының арасынан діни бағыттағы оқулықтар тәркіленді. Аталған мұғалім бұл әрекеті үшін тек айыппұлмен ғана жазаланды. Ал қол астындағы қызметкерлердің ісінен бейхабар болып шыққан мектеп директоры ағылшын тілі мұғалімнің әзірге жұмыстан шығарылмағанын хабарлады. Мұғалім ретінде 3 жылда бұнда ешқандай теріс әрекет байқалған жоқ. Енді әр мұғалімнің артынан қалай жүресіздер. Ол кісі қазір еңбек демалысында келгеннен кейін педагогиканың этика комиссиясына салып, біз бұл кісіні жұмыстан шығарамыз. Оқытушыдан діни мазмұндағы әдебиеттер мен дәрістер жазылған дәптер тәркіленді. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабының 3 бөлігі Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу бойынша 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл салуды көздейтін материал жиналды. Шығыс Қазақстан облысындағы балабақшада бала терезеден құлады. Оқыс оқиға түс кезінде болған. Тәрбиеші құжаттарды басып шығару үшін топтан шығып кеткен. Бөлмеде оның көмекшісі қалған. Ол баланың ұйқыдан тұрып әжетханаға шығып кеткенін байқамаған. Бала 2-ші қабаттың терезесінен құлап кетті. Өз міндетін дұрыс атқармаған тәрбиеші жұмыстан шығарылды. Ал тәрбиешінің көмекшісіне қатаң сөгіс жарияланды. Ал Шымкентте 7 жастағы бала 2-ші қабаттан құлап мерт болды. Оқиға Әл-Фараби ауданы Есіл көшесі бойындағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде орын алды. Анасы ол кезде жуыну бөлмесінде болған. Шымкентте жыл басынан бері балалардың терезеден құлауы бойынша 4 жағдай тіркелген. Оның ішінде 2 бала қайтыс болған, 2 бала жарақат алды. Ақмола облысында да дәл осындай жағдай қайталанды. 3 жасар қыз 4-ші қабаттағы пәтердің терезесінен құлаған. Салдарынан баланың бас миы жарақаттанып, қабырғалары сынды. Қызылордада да баланы қараусыз қалдырған. Бір күннің ішінде 2 бала терезеден құлады. Қазір бүлдіршіндер ауруханада жатыр. Елімізде мұндай жағдайдың жиілегені жасырын емес. Оған дәлел соңғы 5 жылда 150-ден астам бала терезеден құлап көз жұмды. Мамандар қауіпсіздікке аса мән беру қажеттігін ескертеді. Жыл басынан бері елорда аумағында кәмелетке толмаған балалардың терезеден құлауы бойынша 16 факт тіркеліп, оның ішінде 2-і көз жұмды. Жазатайым оқиғалардың негізгі себептері үйдегі жиһаздардың терезеге жақын орналасуы, балалардың өздігінен көтерілуіне ықпал етіп, москит торларын пайдаланбау, терезелерді ашық қалдыру болып табылады. Павлодар облысында малдың қысқы азығы 2 есеге қымбаттады. Қазір шөптің тоннасы 50 мың теңгеге жеткен. Бұл бәрінен де ауылдағы ағайынға қиын соғып тұр. Биыл өңірде жауын шашын жоқ. Жер құрғап кеткен шаруалар шалғы салар жер таппай отыр. Күннің ыстығынан өңірде тілсіз жауда көбейген. Май ауданында өрттен 2000 гектар алқап күлге айналды. Кеше 11-ші күн өрттің несімен алысқанымызға. Енді өзіміз қазір міне балалардың бәрі күзетіп нетіп жатыр. Жан-жақтан қай жерден бір түн сразу барады. Енді әр шаруа қожалық енді қатты жанып баратса уже недерді шақырамыз, пожарныйларды шақырамыз. Абылай қалған кішкентай майды өрттерді өзіміз өшіріп үйреніп алдық ақырын-ақырын. Өңірде шөп шабу науқаны басталды. Алайда құрғақшылықтан шалғыға шалынар шөп шықпай тұр. Оған қоса биыл Ертіс өзені де тасыған жоқ. Салдарынан аймақта мал азығының бағасы 2 есеге қымбаттап кетті. Жылда алып жүрген шөптің жартысы жоқ қой қазір. Қазір шабындық бастадық. 3-5 центр гектары шығып жатыр. Шет жақтан сатып әкеліп, солай малда сұрамасақ, басқа малын көріп отқан жоқпыз. Мәселеден жергілікті билік хабардар. Қолдан келгенін жасап жатқанын айтады. Биыл орман алқабындағы тыйым салынған жерлерді шабуға да рұқсат берген. Если раньше пойменные луга давали. Бұрын ертіс су жайылатын шабындықтарда гектарына 18 центнерден шөп жинаватын болса, қазір 7 центнерден түсіп жатыр. Ал қырда гектарынан 1,5
1,5-2 центнер. Жаңбыр болмай бәрі күйіп кетті. Сондықтан шөп дайындауға арзан жанар жағармай бөлінді. Шаруалар қуаңшылыққа байланысты төтенше жағдай жариялауды сұраған. Әзірге бұл мәселе сиыр құйымшақтанып кетті. Десе де әкімдік малдың қысқы азығын дайындауға 2 миллиард теңге бөлмек. Бұл қаражат фермерлер мен шаруа қожалықтарына субсидия ретінде беріледі. Ал бәрінен де ауылдағы ағайынға қиын болғалы отыр. Оларға жем-шөп дайындауға қаражат қарастырылмаған. Жамбылда тіршілік нәрінің тапшылығынан 12 мың гектар егістік алқабы қурап қалғалы тұр. Қазірдің өзінде 1000 гектар алқапқа егілген қант қызылшасы қурап кеткен. 25 гектар еккенбіз ғой, соның мысаға бәрі шықпай қалды да қайттан пересеп жасадық, повторный. Жүгері ектік, жүгерімізде шықпай қалды мысаға. Бәленбай тиын жұмсадық оған. Солярка бәрі қымбат, біз бар ақшамыздың бәрін жерге қойып отырмыз қазір. Кредит алып отырмыз, аймай кредит төлейміз, например. Бізге ақшалай көмек берсе, біз какой-то часть кредитімізді жауып, арғара бар қылшамызды күсуге дейін сүйрейтедік. Қылша су жоқ жерлерді уже тастапаттық. Суармалы судың 80% Қырғызстаннан келеді. Көрші елдің өзіне су жетпей жатқан көрінеді. Суға жауапты мамандар Қырғызстанмен жыл басында Киров су қоймасы арқылы 560 миллион куб су алу туралы келісімге отырған. Алайда ол мөлшер 200 миллион кубқа кем келген. Оған себеп тау басындағы мұздақ ерімей, жауын шашын биыл аз болған. Бүгін таңда Киров су қоймада 74 миллион су қалды. Оның ішінде 50-55 миллионы Қазақстанға тиесілі. Мынау ауа райы кішкене өзгермесе, Киров су қоймасына су түспесе, 2000 гектар қызылшасы күйуі мүмкін. Жергілікті билік бұл мәселені үкіметке сілтеп отыр. Себебі елордадан 4 министрліктен арнайы өкілдер келіп комиссия құрылыпты. Қазірдің өзінде қорағалы тұрған 12 мың гектар алқапқа шаруалардан шыққан шығын 3,8 миллиард теңге екен. Соның нәтижесінде өздері комиссия көз жетіп көрді. Қандай жағдайда болып отқаны, осы комиссияның анықтамасы бойынша шешім қабылдайды деп ойлаймыз. Құранды өртеу әлемдегі жағдайды шиеленістіруге, халықтар мен мемлекеттер арасындағы сенімге нұқсан келтіруге бағытталған араңдатушылық әрекет деп санаймын. Еуропа елдерінде Құран өртеу акцияларына қатысты президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп пікір білдірді. Бұл жалпыға ортақ нормаларға қайшы келетін акциялар ретінде бір ауыздан айыпталуға тиіс екенін айтты. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы да бұл мәселеге қатысты мәлімдеме жасауы керек деп санайды. Алматының Медеу ауданында жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы аяқталуға жақын. Нысан Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасын іске асыруға бағытталған жол картасының шеңберінде салынып жатыр. Наурыз айында партия төрағасы Ерлан Қошанов штаб мүшелерімен бірге Алматы қаласының тұрғындарымен кездесіп, ұсыныстар мен тілектерді тыңдаған болатын. Сол кезде спорт кешені керектігін тұрғындар көтерді. Көп ұзамай талап тілектері орындалуда. Жалпы жыл соңына дейін қалада 3 жаңа спорт кешені ашылады. 2027 жылға дейін 15 нысан салынбақ. Алатау дене шынықтыру сауықтыру кешенінде үйірмелер тегін болады. Қыркүйек айында пайдалануға беріледі. Сегодня мы посетили объект, я ознакомился с... Бүгін нысанға келіп, бәрін өз көзіммен көріп, қадағалап шықтым. Жақсы деген баға бере аламын. Кейбір ұсақ түйек жұмыс қалды. Жастарға, әсіресе балаларға спортпен шұғылдануға мүмкіндік болады. 10 спорт үйірмесі болады. Барлығы тегін, бастысы халықаралық стандарттарға сай.